Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен халықтың мәдени мұрасы тақырыбындағы 3-ші сабақпен танысатын боламыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері, адалдық, жауапкершілік, қамқорлық. Сабақ барысында халықтың мәдени мұраларының маңызын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашатын боламыз. Балалар, өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесін есімізге түсірейік. Талап, тәртіп, тыныштық, тазалық, татулық. Осы 5 ережесін сабақ барысында сақтайтын болайық. Ал енді балалар, сабағымыздың дәйек сөзіне кезек берейік. Мәдени мұра халық игілігі. Бұл халықтың нақыл сөзі екен. Осы нақыл сөзді есімізге сақтап алайық. Адам өміріндегі оқиғаларды, бір елдің халықтың басынан кешкен тарихи кезеңін еске түсіретін құндылықтарды, қастерлі мұраларды ескерткіш деп атайды. Қазақ даласы тарихи мәдени ескерткіштерге өте бай. Тарихи және мәдени ескерткіштерді зерттеу арқылы еліміздің тарихын терең білеміз. Рухани нәр, үлгі өнеге аламыз. Ескерткіштерді сақтау, қастерлеу ұрпаққа парыз болып саналады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің салынуы туралы оқиғаны тыңдаймыз. Атақты Темір өзінің жорыққа бара жатқан жолында қазіргі Түркістан жерін басып өтіпті. Маңайындағыларға әлденені айтып бұрылып жүре бергенде басындағы бас киімі жерге түсіп қалған екен. Соны иіліп ала бергенде, «Япыр-ау, неге мұны иіліп өзім алдым? Өзім иілмей-ақ қасымдағылар әперер еді ғой. Өмірімде иінмеген адам едім. Сірә, мына төмпешікте сондай бір қадірлі атақты, данышпан, ғұлама біреудің жатқаны ғой», деп ойлайды да, әскерін тоқтатып, сол жерге түнейді. Түннен жатып түс көреді. Түсіне ғұлама кіріп, «Мен Қожа Ахмет Яссауи боламын, ғылымға қызмет еттім», дейді. «Бірақ ескерусіз жатырмын. Егер сен маған белгі орнатпасаң, осы жолы жауыңнан жеңіліп қайтасың», дейді. Таңертең Темір елге уәдесін береді. Қайтып келіп, мазар орнатпақшы болады. Сөйтіп, жауын жеңіп келіп, қазіргі Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салған екен. Енді кезекте балалар, шығармашылық жұмысқа назар аударамыз. 2-ші тапсырма мынандай. Алтын адам бас киімінің, бешпентінің, белдігінің суреттерін дәптерлеріңе әшекейлеп салып көрсетіңдер. Бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттерді бойларыңа сіңіріп, жүректеріңе түйіп алыңдар.